Қазақ жылқысы. Қазақ халқы жер бетінде атты алғаш қолға үйреткен ұлы халық. Сондықтан ат қазақ мәдениетінде ерекше орын алады. Жылқы төрт түліктің төресі, ер азаматтың қанаты. Жылқы сарбаздардың серігі, ел жұрттың байлығы. Ол ұзын жолдың көлігі, той думанның сәні. Қонақасының ең дәмді асы, алым берімнің сыйлығы. Жылқы түркі халықтарының тұрмысында маңызды рөл атқарған. Қазақ халқының дүниетанымында жылқыға қатысты философиялық дәстүр қалыптасқан. Аңыздарда адам мен жылқы қатар өмір сүргені айтылады. Археологиялық қазбалар жылқының қазақ жерінде алғаш рет қолға үйретілгенін дәлелдейді. Ботай мәдениеті, арқайым ескерткіштері және басқа да ескерткіштер мұны растайды. Солтүстік Қазақстандағы Ботай мәдениеті жылқының қолға үйретілгенін көрсетеді. Арқайым ескерткіштері қола дәуірінде жылқының маңызды болғанын дәлелдейді. Ғалымдар бұл жайында жазып әлемге жариялап келеді. Ари, сақтар, ғұндар кезеңдерінің ескерткіштері де жылқының қастерленгенін көрсетеді. Жылқы әдет-ғұрыптық рәсімдердің ажырамас бөлігіне айналған. Бұл әлемдік ғылымда